Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы жұрнақ және жалғау. 78-ші сабақ. Бүгінгі сабақта жұрнақ және жалғауда ажыратуды үйренеміз. Дана, мен саған екі жұмбақ жасырайын. Жауабын тауып көрші. Жарайды. Екі мықты мен дескен, бір-бірімен белдескен. Жауабы палуан. Дұрыс. Кімнің ұшқыр ойы? Сайысатын кімдер айт? Екі тайым бойы. Жауабы футболшы. Дұрыс таптың. Жарайсың. Дана, палуан түбір сөз, ал футболшы жұрнақ жалғанған сөз болады. Алан, түбір сөз, жұрнақ дегеніміз не? Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, олимпиада, жарыс, турнир. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, турнирге, спортпен, олимпиадаға. Қосымша жұрнақ, жалғау болып екіге бөлінеді. Сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейді. Жалғаудың белгісі. Мысалы, шаңғыны, шаңғылар, штанганы. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Жұрнақтың белгісі, мысалы, баскетболшы, штангашы. Түсінікті. Көп рахмет, Алан. Мәтінді тыңда. Қажымұқан Мұңайтпасов әлемдік аренаға шыққан қазақтың тұңғыш палуаны. Дүние жүзінің бірнеше дүркін жүлдегері. Қажымұқан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі. Бірде бай оны ат шанамен шөп алып кел деп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып, ат шананы тарта алмай зорығы бөледі. Қажымұқан шананы атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талдайық. Олардың жұрнақ пен жалғауын ажыратайық. Әлемдік, түбірі әлем, дік ол жалғау. Қазақтың, қазақ, түбірі тың жалғау. Саудагер, сауда, түбір, гер, жұрнақ. Жалшы, жал, түбір, шы, жұрнақ. Шанамен, шана, түбір, мен ол жалғау. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. 68-ші жаттығу 30-шы бет. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Сөйлемдегі қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талда. Сөз құрамына талдау дегеніміз түбірін, жұрнақ, жалғауын тап. 69-шы жаттығу 30-шы бет. Өлеңді көшіріп жаз. Қарамен берілген сөзді сөз құрамына талда. 67-ші жаттығу 29-шы бет. Мәтінді түсініп оқы.